Ал достар, қазір Матизмнің қасында тұрмын. Енді қандай күйге енді бәрін өздеріңіз көріп тамашалаңыздар. Ал міне. Bu kam Matiz. Matiz bilan hazillashma. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not. Енді жалпы достар, проекті тез бітіп қалса, тоже бір түрлі екен. Пробег рас өтірігін білмеймін, 158.395. Жұдырықтай. Заттарымды анау тасуға бір нақты салмаса қалаң ішіндегі. Қалаң ішіндегі. Осы достар. Ал достар, міне келді клиенттер. Қарап жатыр қазір. Енді бағасын келсіп көреміз қазір. Пока мен 1-2 деп жатырмын ол жігіттерге. Енді қазір көліктерді түсіріп жатыр. Өздері тексеріп бұйыртса келсек бұл көлігімізде кетеді. Былай қарасаң, сырттан қарасам екеуі де жаңа қызыққан сияқты хабарласып келді. Енді шыны керек, инстаграмға да көбісі жазып жатыр достар. Мен қымбат баға қойған жоқпын. Нарықтан төмен бағаны қойдым. Мен де бұл көліктердің бағасын бір зерттеп қарап шықтым. Сондықтан да міне қанша 2 күн болды машинадан шыққанына. Уже осылай алып кетіп жатыр. Сондықтан да маған қазір ойбай сен қымбат қойдың, бүйттің, сөйттің деген әңгіме меніңше артық достар. Мен ешқандай да қымбат сатқан жоқпын. Жақсы, нарықтағы бағаны бердім. Бұл жерде менің өзім іздеп тапқан жұмысым бар. Арзан қылып тапқан, өзіме де бір нәрсе қалдырам деген, жобамызды алға қарай сүйреймін деген сол ниетпен енді осындай баға қойдым. Сендер қалай ойлайсыңдар? Астына пікірлерін жазып кетіңдер. О, мына уже оталдырып отырасыз. Қазір барып келсек. Ең төмені 1-2 дегем. Қазір көреміз енді. Бол достар, шығарып бердім Каспийдан. Кетті машина жаңа иесіне. Енді 1-2 деп жаңа айттым ғой. 1-2-ге. Енді 1-1-ге бердім. Кетті көлік. Ассалаумағалейкум достар. Өздерің көргендей Матизді жаңа иелеріне ұзаттық. Ал енді алайын деп тұрған келесі көлігіміз шыны керек сатылып кетті. Бізді күтпеді. Негізі ол вариант көп адамға ұнайтын еді. Бірақ енді өкінішке орай бізге бұйырмады, оны ала алмадық. Ары қарай іздестіруді бастадық. Осы ортада енді біраз уақыт біз көлік іздеуге жұмсадық. Шынымен ананы көреміз, жаңа біздің жобаға мүлдем сәйкес келмейді. Мынаны қарайсың, ол бағасы қымбаттау. Оны сатқанмен оны ертең істеткенмен ол тұрып қалады. Ананы қарайсың, жұмысы көп деген сияқты варианттар өте көп болды. Бірақ енді іздеген адам өзінікін табады демекші, біз де өзіміздікін таптық. Оған бізге әдеттегідей өзінің подписчигін көмектесті. Сонау Қарағандыдан көлік шықты. Ол көлік енді бірінші кезекте әрине бағасы жағынан бізді қатты қуантты. Және өзінің сұранысқа иелігі, жаңағы халықтың арасында танымалдығы, оны енді таксистердің көбісі жақсы көреді негізі. Оның ішіне жаңағы зат салуға, жұмысқа деген нағыз көлік сол болды. Біз бірденнен келістік оның айтқан жаңағы бізге ұсынған вариантына. Жаңағы арада бір-бірімізге сол қандай жағдайда екені ол бізге видео, фото бәрін жіберіп отырды. Бірақ бұл жерде кішкене но бар еді. Ол көлікті біз бірден шығып барып, жаңағы сатып алуға мүмкіндік болмады. Өйткені ол көлік жаңағы сол жерде жергілікті компанияның атында тіркелген көлік екен. Соған енді оның учеттан шығуына да біраз уақыт керек болды. Сол себепті де бізде сол көлікті күтеміз деген өзінде 1,5 апта, 10 күн уақыт жоғалдық. Оның арасында да енді одан жақсы шығып болатын шығар деп іздедік, бірақ одан жақсы вариант біз таппадық. Сондықтан да күтуге тура келді. Міне шық, уже учеттан шығаруға болады деген кезде біз Қарағандыға түнге қарамай жолға шықтық та кеттік. Ал достар, түнгі 12:30 біз жолға шықтық. Енді Құдай қаласа қазан сүрт жүрейін. Енді Алла қаласа түске дейін жету керек болып тұр. Қарағандыға, именно Қарағандыға. Сол жерден учеттан шешіп көлікті ары қарай артқа қайтып, жаңағы қандайды Ағадыр деген жерден көлігімізді алып кету керек. Енді бәр затты салдық. Одеял, көрпеше бәрін жолда ұйықтап баратындай жаңағы қосымша 2 дөңгелек оған
аккумулятор бәрін сап алдық. Енді достар, сіздер үшін контент үшін енді аямай тірлік жасап жатырмық. Енді жақсы бағалайсыңдар деген ниеттемін. Міндетті түрде лайк басып, комментарийға пікірлерін білдіріп кетіңдер. Енді ұнады ма, ұнамады ма, әйтеуір бір сөзді қалдырып жазып кетіңдер, Құдай қаласа. Біз енді жолға шықтық. Жолда не күтіп тұрғанын, қалай болатын еркекшесі білмейміз. Сонда да тәуекелмен жолға шығып бара жатырмыз. Сол жаңағы сатып жатқан адамдардың сөзіне сүйеніп, енді 80-90 мен қойта айдап келуге болады деген сөздеріне сеніп, соған енді жолға шықтық. Құдай қаласа аман есен қайттан Алматыға ораламыз деген ниеттемін. Дайынсыздар ма, жақсылап? Екі водительмен шықтық, үшеуміз. Енді аман есен жолда әйтеуір ауысып, өйткені екі адамның өзіне қиын болады бұндай жол. 1000 километр ары қарай. Енді Шымкентке болмаса Жетісайға барсақ қиын болмайтын еді. Өйткені ол жолды енді білеміз, қандай екенін бәрін. Ал бұл жерде біз Қарағандыға шыны керек, мен өзім бір рет па бұрын шыққам. Балқашқа дейін машинамен шыққам. Ал ары қарай мен барып көрмеппін көлікпен. Сондықтан да енді Құдай қаласа енді осы жолымыз ақ болсын, енді аман есен барып, ең бастысы бізге көлікті алып келу. Бұл жерде сендер қазір айтатын шығарсыңдар, неге эвакуатор жалғай салмадың, неге сонымен алып келе салмадыңдар? Достар, көліктің бағасы 700 000, ал оған қосымша 400 000-ға эвакуатор жалдау меніңше бессмысленный нәрсе деп ойлаймын. Енді 400 000 жарты бағасынан көп ақша эвакуаторға жалдау меніңше дұрыс емес сияқты. Біз одан да қазір сол ақшаға мотор алып, болмаса капиталкасын жөндетуге соған жұмсаймыз деген ниеттеміз. Ең бастысы аман есен сол көлікті осы Алматыға жеткізу. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. Сезіп қайсысын осырдыңдар? Еркекші мойындыңдар. Мен ұйықтап отыр деп не қыла салдыңдар ма? Маған жаба салдыңдар ма? Жоқ, үйде отыр. Бірінші мен сезімді сасып кетті да. Не болғайды ғой? Ана база фура тоқтатады, біздің встречкадан келеді. Сен ойлады, брат, мынандай жол әлі ұзақ болды. Что-то маған айтты. Бір түнде жетесің деді, мен нағым братта баратын сияқты. Негізі айталар да, азында маған типа грузды не қылу керек дейді, азында жетіп барасыз смело деп. Мен 50 километр бар да. Одан ары қарай қалай бетонка ма дейді, қаяқтағы бетонка деген соң. Бұрынғы советский жол. Бізден озатын бір машина жоқ десең. Жоқ, вообще бір машина. Бірақ не жаққа жұмы қойма. Сол бір газер ғана ма біз озған? Реально айдалай екен. Шымкентке қарай бара жатсаң, кәдімгідей түнде болсын, күндіз болсын, кәдімгі поток деген жетеді ғой деймін. Арғы беттен, бергі беттен. Арғы беттен де, бергі беттен де. Күндіз бар ғой аты? Лид ала ғой, темір жол. Астанаға қарай бәрібірде жол дамымаған деймін да, Вообще дамы. Там межжуточный, мысалы, қазір көресің батон. Балқашқа жете бергенде ауылдарды көресің. Ана ауылда бар ғой? 20-30 үйден ғой, ары кетсең. Балқашқа келдік қыз. Таң атты 8:30. Балқаштың кіре берісінде осыны асқым бар екен. Тамашын бәрі. Менде пельмен, лағман, тамашын көріп отырмыз. Қазір таңғы асты ішіп ары қарай жол тартамыз. Қарағандыға қанша қалды? 350 қалды ма? 350 қалды. 3-4 сағат тұрып тастасақ, Құдай қаласа. Бәріміздің сілеміз қатты негізі. Үшеуміздің де. Демалып бара жатырмыз.
әлі біздің айтуымыз бар. Қарағандыға негізі көлік Қарағандыға 250 шақырым жетпей тұр. Біз өтіп кеттік көліктің қасынан. Ал біздің қазір мақсатымыз жаңа Қарағандыға барып, машинаны учеттан шешіп, өз атымызға қою. Жалпы видео, фотолардан машинаны көрдік. Бізге сатқан жаңа Дастан деген жігіттер бәрін толық түсіндірді, айтты. Енді шыны керек, сөзінің мәмілесінен, әңгімесінен қарасақ, жақсы жігітке ұқсайды. Ешқандай да алдамайды неғып жатқанға. Сондықтан да сол кісінің сөзіне сеніп, бірінші машинаны көрмей, бірден учетқа қоюға соған жол тартып бара жатырмыз. Енді біреу жындылық дейтін шығар, біреу мүмкін енді ол да дұрыс дейтін шығар. Бірақ енді біздің істеп жатқан тірлік осындай болып жатыр. Жалпы достар, мен айтқым келгені менен кішкентайларға, менің жасымнан 29-30 жастан кішілерге, үлкендерге, үлкендер бұны біледі де. Жас кезде газовать етіп, жаңағы әйтеуір қыбырлап жыбырлау керек қой. Осындай тентектікке барып көру керек қой. Сол кезде бір нәрселерді түсінесіз деп. Ал мен тентектік, жындылық дегенде жаңағы анау 4К, Приора бір нәрселерге отырып алып, көшеде темекі шегіп, арақ ішіп, түнімен қаңғырып деген сөздер емес. Жалпы жұмыс істеп бір тірліктің басын алып, соны бір айналдырып көріп, әйтеуір содан бір нәрсе шығатын шығар, нәтиже шығатын шығар, үйге көмектесейін деген сияқты бір әрекет, тіршілік, жаңа алға ұмтылу деген сияқты заттарды істесеңдер деген. Өйткені жас келген сайын ручниктарын бүйтіп, тормоздарын бүйтіп көтеріле береді ғой. Аяқ тірей бересіңдер, істемеймін деп. Қорқыныш көбірек пайдалы бола береді. Енді өзімнің өтіп жатқан нәрсемен айтамын. Осыдан арғы жылы, одан арғы жылы істеген тірліктерімді, мысалы, жаңағы мен биыл істемеймін, мысалы, осы жыл істемеймін, ендігі жыл мүлдем істемейтін шығармын. Дегенмен, бірақ тырысудан сол сияқты өзімнен кіші жастарға кішігірім ақылым ғой, былайша айтқан кезде. Достар, мына кіріп келдік Қарағандыға. Енді бұйыртсақ переоформление жасаймыз. Менің атыма ауыстырамыз машинаны. Содан кейін құдай қаласа артқа қайтып, Ағадырға барып, сол жерден көлікті көріп, одан кейін барып көріп, алып кететін боламыз. Енді тәуекелсіз жұмыс болмайды. Тәуекел етіп бара жатырмыз. Құдай қаласа бұл тірлікте арты берекелі болады деген ойдамын. Қарағандыға мен бір-екі рет өткем, жаңағы пойызбен. Бірақ қазір бірінші рет келуім ғой, қаланың ішіне кіруім, қарап жатырмыз, көріп жатырмыз. Меніңше бар ғой достар, жаңа біздің Тугис, Яндекс карта, осы нелер бар ғой, карталардың бәрі біздің өмірімізді жеңілдеткенімен қызық моменттерді солардың арқасында жоғалтқан сияқтымыз. Өйткені мысалы несінде бұрын кішкентай кезінде Шымкентке қалаға келген кезде бір іздеп, мына жер қайда, ана жерде адамдардан сұрап, сөйлесіп, қандай қызық жер бар деген сияқты қылатынбыз. Қазір бәрін интернетке қарайсың ба? Мына жерде нормаль сияқты, отзыв жақсы сияқты деп айтасың. Шынымен де өмірді жеңілдеткенмен, бірақ өмірдің қызығын бір жоғалтқан сияқтысың да соны алып қалады. Енді қазір Қарағандыға келе жатырмыз, болмаса мынандай карта болмаса, мысалы қазір жолдан біреуден сұрап, кішкене қайлай барады, болмаса қызығып, қызығушылықпен келетін еді. Қазір бізде қазір соңға баратырмыз, соң қаяқта екенін де білеміз, карта алып бара жатырмыз. И барамыз, қазір қайтамыз сонымен. Қаланы келдің, көрдің, бұл жерге енді нақты бір достарың шақырып, жаңағыдай арнайы келмесең, бір той жиынға енді бұлай бүйтіп аралауға точно келмеймін ғой. Өйткені
білмеймін енді бәрібірде бұрын емес даже осыдан 10 жыл алдын сәл басқаша еді бәрібірде қызығырақ деп ойлаймын. Сендер қалай ойлайсыңдар өздерің? Номерді бізде машинаны алмаған. Жаңа жолдан Ағадырдан дедік қой, өтіп кеттік. Номерді алып кеттік. Мына жерде қазір осыны жаңа қойып беретін жігіт келеді. Сонымен келісіп, бұл жер енді сендер қазір түсінбей тұрсыңдар. Біз алдын ала жолдан алып кеттік, болып шешетін болдық. Мына жерде бір жігіт күтіп тұр қазір доверенностьмен. Бұл көлік негізі компанияның көлігі екен. Қазір бізге соны шешіп беріп, құдай қаласа алып кетеміз енді. Білейін, ең мені қорқып тұрғаны қазір Алматыға жеткізу ғой. Сол кішкене қорқып тұр. Қорқынышты болып тұр, мына бірақ Алла қолдап тұр ғой. Құдай қаласа жетеміз аман есен. Бір ғана қағаз жетпей қалды да, содан жұмыстың бәрі ертеңге қалды. Енді бұл да бекер емес шығар. Енді ертеңге дейін күтеміз. Бұйыртса таңғы 9-да барып көлікті оформить етеміз, құжаттарын. Бір күн қалған екен андай кішігірім пәтер алдық. Енді бұйыртса ертең 9-да осы жерден шығып кету керек. 9-да отбасынан. Бұйыртса 9-дан бастап кірісетін болдық жұмысымызға. Енді 10-ға дейін бәрін бітіріп шығып кетеміз деген ниеттемін. Таңғы асымызды дайындап қойдық. Сен неше отырмын берді. Енді құдай қаласа қазір отырмыз әңгімелесіп. Бүгін де ертең еске аламыз деп. Өзімізді ертеңгі машинамен жетем дегенше біраз қиыншылықтан өтетін сияқтымыз. Асықпай еще. Жол жақын емес. Енді көреміз басқа түскенді. Құдай қаласа. Мұсыр ма? Қайда деп айтты? Жақсылап демалып болдық енді. Жақсылап демалып, шетін шайымызды ішіп, ыстық бәрін істедік. Енді қазір жол тартамыз. Машинада қызып тұрған шығар уже? Машинада қызып тұр екен. Кеттік біз. Шақтар қалды, құжаттарымыз дайын болады біз күтіп тұрмыз. СМС келіп қойған негіз, бірақ СМС келсе де 1 сағат 1 жарым сағат күтесіздер деді. Sonra жаңа номер таңдауға да бұл жерде выбор жоқ екен, бірақ номер шықты, сол номерді алып кетіп бара жатырмыз. Номер шықты. Номеріміз дайын, қазір алып кетеміз. Сол ғой? Жолға шығамыз енді, құдай қаласа. Соның жұмыстары бітті. 2 күн дегенде әйтеуір әрең бітіріп, өзіміздің номерімізді алдық мына. Енді қазір жолға тартамыз, құдай қаласа. Енді ең жаңағы кішкене бүйтіп жаманды шақыра бермейік, аман есен жетіп боламыз иншалла. Просто бізде бұл жерде көлігіміздің моторында сәл ақау бар дейді. Енді құдай қаласа аман есен жетіп боламыз. Ауық дейбай. Анау ауық сыран мынау кағын. Анадағы королада тұрған ба? Қуанып отыр балдар. Шаршап кеткен ғой, уже күте беріп. 2 сутка болды ғой. Все. Бисмилlah, кеттік. Жолға кеттік енді. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my... Біз кездесетін жерге, короче, машина жетпей қалды. Свич алып келді ғой. Қазір арзанда свич ала салдық енді. Алматыға жеткенше осыны салып баратындай. Настроение уже түсіп жатыр. Не істейміз деп, қалай жетеміз деп. Қазір айтады қазір
жалдай самадың ба, бүйте самадың ба деп. Мен жаңа айтқанымдай оның бағасы кәдімгідей болып тұр. Бір мотордың ақшасы кетейін деп тұр. Көреміз қас. Басқа түскенді. Мына видеоны көріп отырсаңыздар, значит біз аман есен Алматыға жеттік деген сөз. Қазір сейчас шешіп қойған. Ауыстырып көреміз енді бір мәнісіне. Мына тұр екен. Қазір барып қараймыз енді. Мән-жай не отыр екен, қалай отыр екен. Алейкум ассалам. Дастан? Үйтамай өтіп көрсеңдерге. Ассалаумалейкум. Қалай? Сақ қой. Не болып кетті? Тоқтап қалды ма? Баянның өзі бармай қалды ғой. Әкелген салып көрейік та. Өзінің свечі бар ма? Қаш? Осындай ма? Сондай ғой, өзінікіндей ғой. Машинаның бір сыртын көрсең, өзінде бірінші рет көріп тұрмын, сендер мен бірдей қасы көріп тұрмын. Андай екен жағдайы. Арты көтеріліп тұр. 2-2 мына жер ұрылған, білем. Мына жердің жұмыстары бар. Арттарын бәрін көтеріп тастаған. Жалпы енді салон қараңыздар, бірге көреміз. Мына картасынан да өтті. Ішінде енді бітіп жатыр. Ішінде біраз жұмыс бар. Салоннандай. Қандай машина алдым мен, ел-майы. Мейлі. Уже оформить етіп қойдық. Тұрғаны жерлері өртеніп кеткен ба? Немде бәрі. Біз хабарласып отқан Дастан деген жігіт осы. Майдыкін. Май алдық өзімізбен 4 литрді. Тасылайын ба? Жо мен алып тастағым оны. Тартпай болғансын алып тастағым. Саға салайш? Может, дроссель топ қалған жоқ па? Содан бастаймыз ғой өзі. Топ бір спарттық. Мынандай болып бір свечаларын жағдай. Қазір енді көрейік. Майын сразу тексересіз ла? Оталдан айтырып. Бар ма? Жоқ қой май ішінде. Май жоқ қой ішінде. Майдан күлі сал. Шубқада жетпейді. Бірақ айдап келдің, мына жақ вентилятор айналып тұр ғой, Жоқ, онда қызбайды нормально. Дастан түстемей қойған, май тосыл қағаны. Видеоңда жүріп атқан кез түстемей қойды дейді. Қазір көк түтін жаймен шығып келе жатыр. Бағанағындай емес уже. Біресе бар болады, біресе жоқ болады. Бір нәрсе ғой деймін. Көк түтін кішкене бар енді бірақ. Көк түтінге қарап көрші. Бізге ең бас түтесе де, не қалса да жетіп баса болды осы машина. Алматыға қарай. Жөндеп келейін, жібересіңдер ма? Дастан көрсетеді саған. Дастан көрсетеді саған. Бәрін көрсетеді. Қалай оталдырады? Форсунка шешпей тұрмын. Оталып тұр ғой, главный. Жоқ, оталып қалса да, бензин болмаса, ол оталып өше береді ғой. Алмаушы еді ғой дегенім ғой? Жоқ, алады. Алады, өшіп қалады. Жоқ, қазір мен өзім өшірдім ғой. Сен өзің өшірдің бе? Қазір мен өзім өшірдім. Қандай құйрыққа кірдің деп отқан жарсыңдар. Көреміз енді бұйыртса.
Бұлай да оның ішінде түк те жоқ қой, да фильтрден басқа. Өлді ма аккумулятор? Болды аккумулятор. Жа, бұл кете беру керек, бұл мотор. Бұны айдап кете беру керек, ол қырсықсан қырсыққа береді. Қаз. Бустерді алсасың ба? Бустер тастан. Бустер ма? Асан, нормально ма? Иә, машина жақсы. Жақсы, бұдан сеп жетіп алып болады. Майын просто постоянно май тексеріп отыр. Мен настроением түсіп кетті еркекші. Настроение? Иә. Настроение түс. Көтеріледі. Көтеріледі қайтадан. Жол ғой? Жоқ, сендерге қалай, ұнады ма? Маған ма? Нормально машина. Әйтеуір өгін шығағанда жоқ. Сен батымен Сатшы маған да нормально. Әйтеуір нормально. Типа басқа аналар қарағанда ше. BMW бар ғой алдында, BMW жаман сегізбен. қызыл ма? Бір айфонға ауыстырып ғой, қанша қалды? Все хорошо болды. Достар, өздері көрдіңдер машинаның жағдайын. Қазір енді менің ойымша жаңа свечасын ауыстырдық. И вроде оталып тұрды, бірақ ары қарай алып кете алмай жатыр. Жаңа сұрасақ, бұлар жаңа бензин сол келгенше кішкене құйған. Соған қарағанда бензині жоқ деп ойлаймыз. Соған енді қазір мен бензинге шықтым. Еще дросселін тазалап, мүмкін дросселінада май барып қалған шығар. Жаңа ауа жетіспей сондай болып жатқан шығар. Соған қазір балдар пока дросселін шеше береді. Мен барып бензин, карп соларды алып қайтап. Құдай қаласа әйтеуір бір нәрсе оталдырып алып кетеміз осы жерде бұйыртса. План өзгерді. Ана, заправкаға бардым. Содан заправкаға барып, как раз заправка істемей тұр. Пересменка ма болып отырған. И ойладым, содан кейін тұрып, индрайверға сап көріш дедім да. 50 мың теңге деп саған едім. Кетті артынан звондап. Жаңа бір екі алып кетіп бара жатыр ғой бұлай, екеуі де пустой. Индрайверға салдым, кілең жеңіл машина звондады. И бір Қайрат деген жігіт звондады, қазір таппасаң маған звонда деді, алып кетем деді, поломен деді. Содан артынан грузовой звондады, біз 5 метрлік деді, машинаң сият деді. Алып кетейік, теп алып кетеміз, сол айтқа сен жазған бағаға алып кете аламын деді. Негіз Алматыдан 200 сұраған дейсің деп. Кейін оған 200-ге де ойланды да, одан да көп айтам деп. Содан кейін келіспеді. Мысалы қазір намен өзімен баратын болсақ қазір. Өз сол расход шығып кетейін деп тұр, е? Одан көп шықпаса деп тұр. Сондай планмен өзгеріп, енді саған соға звондаған соға. Қазір мен алып келе беріңдерші, қазір мен сендерге айтам деген. Потому что қазір қара, наған 50-60 мың кетсе дейік. Барғанша май, суы бар, қанша май жейді, хер его знает, еще 1000 километр аңяқа. 1000 километр. Науымыз бар, еще наған бензин құю керек, анау. Впрочем, кәдімгі 100 мыңнан асып кетейін деп жатыр ма? Ана жерде 50 мың еще жаным қиналмайды, бір жағы жаным қиналмайды. Сол бар. Алматыға ертерек өзіміз жетіп күтіп алып, соны айтып, қазір бір 10 мыңдай задатығын беріп, ары қалғанын Алматыда береміз дейміз. Болды. Жақсы. Сондай план өзгерді. В общем, қазір теп алып кетеді, көреміз Алматыға барып. Айтпақшы, сен мына Дастан деген жігіт, осы ауылдың мықты жігіттерінің бірі. Осы жігіттен осы көлікті алып жатырмыз. Бұл Дастан менің подписчигім, бұрыннан қараймын дейді өзі. И осындай ана Матизді көргенде айттым дедім да, соған қарап айттым дедім. Бұл негізі ой мынандай болған, Дастанның Матизға алмасамыз ба деген ой болды басында. Басында солай ойладым деді. Енді Матизді ол өздерің білетіндей ертесіне ол сатылып кетті. Содан кейін Дастанға айттым, сен бағасы қанша болады дедім. Осынша деп айтты. Содан біз келісіп, әйтеуір ортақ бағаны таудық та, біз осы Қарағандыға қарай шықтық. Шыны керек, мен Дастанның білмеймін, адаммен сөйлесе, сразу білесің ғой, қандай адам екенін. Алдап тұрма, еще түрінде таныс сияқты өзін айтып қоямын мен. Содан кейін енді ешқандай жаман адам жоқ, енді лебізін жылы екенін білдім, жақсы екенін, ниетін. Сондықтан сразу шығып, екі жақта толық ойға бір шешімге келіп, әйтеуір. Міне достар, өздерің көргендей машинаны алып тұрмыз. Машина жаман емес, осы алып жатқан біздің бағаға өте керемет. Дастан шыны керек, айтады, басын айтты, бұл да білет біздің перекупщик екенімізді, айтады, бұл жерде жөндеу бұны
өте қымбатқа түседі дейді. Сондықтан да лучше сендерге сатып, жаңағы одан да видеода қызықтарын көріп отырайын дейді. Сондай ниетпен. Дастан, осы жердің жігітіне үлкен рахмет бауырым. Жақсы. Саған рахмет, ниетіңе рахмет. Әйтеуір осындай контент болсын деп бізге осындай көлікті почти сыйладың ғой, былайша айтқанда. Жақсы баға ғой ана. Жақсы баға. Ваздардың өзі 700 мың. Ваздардың өзі шіріп кеткен ескі жаңа 2000 нәрсе, олардың өзіне миллионға жақын сұрап тұр. Бұл жерде қандай бағаға біз көлік алып тұрмыз. Сол достар, мына осындай подписчиктеріңе риза боласың ғой. Рахмет. Жақсы. Қазір машинаны тиеп, әйтеуір аман есен Алматыға жетіп аламыз деген ниеттеміз. Әйтеуір бағымызға ма көрдіңдер достар, 50 мың теңгеге Алматыға дейін жеткізіп беретін көлікте тауып алып. Жаңа мен шыны керек жаңа от алмай тұрғанына көлікті қарап қатты жаңа көңілім түскен болатын. Әйтеуір Аллаға жарылқап көріп тұрсыңдар, қуаныш. Уже күле бастадық мына жерде. Енді өзіміз қазір беріп басып отырып 2 сағаттың төңірегінде келеді. Өзіміз ағарай киіп алып ары қарай басамыз Алматыға, Құдай қаласа. Сол достар. Неге? Жарға түскен сүйреп ше. Сүйреп келе жатқанда. Видеоға түсіріп алмадыңдар ма? Түсіріп алдым. 80-мен кетіп барады қош. Атман осы кетті. Сүйреп қарап тұрады. Дастан жай жүр. Асан өзі қорқып кетіп барадыр. 80-мен машина күтөйші. Ой, бәлесі. Біз шыққаннан қандай план қойдық? Бір планымыз бар ғой, тура сондай болған жоқ, еркекше айтайын саған. Бәрі план бүйтіп айналды. Жаңа мысалы кеше ғана неге барған кезде сразу оформить етіп шығамыз дедік, қаяқтан қалдық қой, Қарағандыда бір күн жатып шықтық. Бүгіннің таңертең 11-де дайын болып шығып кететін адам едік, қазір сағат уже неше болып жатыр, кеш болып жатыр. Қадана 2 сағатта келем дейді, 2 сағат әлі тосамыз. Жаңа үлкен машинаны 2 сағат тосып бар. Ол қаяқтан келеді сонда? Ол Қарағандыдан келе жатыр. Қарағанды 130 деді ма? 130 километрдемін деді ғой. Сол жақтан үлкен машина ол. Жай келеді. Сол 2 сағаттың төңірегінде. Енді Нұрбол, бізге қандай не разница? Бәрібір қазір шықсақ біз таң ата Құдай қаласа жетіп барамыз. Енді ары қарай уже жолды білеміз, жол жақынырақ болады енді. Біз жол білмей қазір бүйтіп келдік жолға. Аяқ нормальный. Давай, Дастан, давай, рахмет. Мына кетті жігіттер де әйтеуір тапсырды, аман есен. Өте ақкөңіл жігіттер екен. Жаңағы Шет деген ауыл екен мына жердің өзі. Осы жердің жігіттері ғой. Ол жердің де жігіттерінен дос таптық бұл жерден. Әйтеуір жер кезіп, ел кезіп кетті. Жақсы. Ел кезіп осылай жүрміз. Қызықтар да бар, қиыншылықтар да бар, бәрі жетеді. Әйтеуір қалай айтсам болады, YouTube бар ғой, қайда апармайды деген. YouTube қайда апарматын. Бәр жерде қызық әйтеуір, бірақ бір көңілім түсіп, жаман болған жоқпын. Сол. Ал достар, видеоны осымен аяқтау керек болып тұр. Өте қатты созылып кетті. Енді бұл жерде Алматыға жеткеніміз бөлек әңгіме болды. Енді бұйыртса осы видео қазір 20 мың жинаса, мен бір күн болсын, 2 күн болсын сразу салатын боламын. Сондықтан да достар, қолдап, лайк басып, аста пікірлеріңді қалдырып, видеоны таратуға өз үлестеріңді қосып жіберіңдер. Аман болыңдар достар.